Ұят кімде болса. Малым жанымның, жаным арымның садақасы деген кешегі қазақтың бүгінгі ұрпағы ұялуды ұмытып барады. Қазақта ұят бар еді. Ұят бар кезде дінде, ділде, тілде, ар-намыс та иманда бар еді. Қазір көп қазақтан ұят қаша бастап еді, бәрі жоғалды. Ол байлаусыз, қыз бетімен кетті. Ағайын туыстан сырт айналдық. Арсыздық белең алды, ұятсыздық сәнге айналды. Кешегі бір жерден оқыдым. Қазақтың екі егіз қызы Беларусьтың екі егіз жігітіне тұрмысқа шығыпты. Екеуі мәз. Бақыттан бастары айналып тұр. Ұяттан жұрдай. Тілдері орысша. Мұхтар Шахановтың «Мен қыз үшін ұялдым» деген өлеңі есіме түсті. Я, қазақтың ұятсыз қыздары кімге тимей жатыр? Ата-ана, ағалары, бауырлары қайда қарап отыр? Мені осы толғандырады. Мұның бәрі ұяттың жоғалуынан, намыстың жер болуынан. Абай өзінің бір сөзінде «Ұят кімде болса, иман сонда» деген хадисті келтіреді. Өлімнен ұят күшті деген даналық әр қазақтың жадында жүрсе деймін. Әйтпесе, ертеңіміз қорқынышты. Себебі қазақ ұялуды ұмытып барады. Автор Нағашыбай Қабылбек.